3 важных ценности в нашей паре. Первое. Жанұямен бір-бірімізге деген көмек. Екеуміз де көп балалы үйден шыққанбыз. Жанұяны өте түсінеміз. Сондықтан үйленген кезімізде бізде бала шағалы боламыз, кішкентай бөпелеріміз болады деп шешкен болатынбыз. Құдайға шүкір барлығы өз ретімен болып жатыр. Сонымен қатар енді әке шешеге деген құрмет, бауырлармен деген қарым-қатынас және бір-бірімізге көмектесу өте маңызды деп ойлаймын. Да, семья и забота о близких очень важный фактор. Второе. Доброта и взаимопомощь. Енді мен сондай қайырымды, мейірімді болмасам, Лаура ханым психологиямен айналыспас еді. Сондықтан науқастарға деген көмек, жалпы көмек сұраған кісілерге деген қол ұшын созу, сол взаимопомощьпен добротаға келіп тіреледі. Третий фактор – это третья ценность – ответственность. Жауапкершілік. Иә, Лаура жиі айтады, мен ұлымның папалары егер бір нәрсені жасай алмаса, онда соны жасайын деп сөз бермейді деп. Ол рас. Айтқан жерге уақытында келу, айтқан сөзде тұру, аманатқа қиянат жасамау дейді ғой. Сол нәрседен шығатын нәрсе. Егер я жасайын деген болса, онда сөзде тұру, сол ответственностьте жатыр.